Қайырлы күн, қадірменді достар. Конфесс Теміртау парақшасының оқырмандары, сіздермен кезектірек жүздесіп отырмыз. Бұл жолғы талқылайтын тақырыбымыз конфессияаралық диалог, қоғамдық татулық пен тұрақтылықтың кепілі. Жалпы қазір әлемдік геосаясатты қарайтын болсақ, моноұлтты бірде-бір мемлекет жоқ деп айтуға болады. Әрине біз дамыған мемлекеттерді назарға аламыз. Себебі алдағы уақытта өзіміздің де еліміз тұрмыс сапасы жақсы, адамдардың өміріне, жеке өміріне ешқандай қауіп келмейтін, заң үстемдік орнаған мемлекет құрғымыз келеді. Сондай мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Сондықтан әлемдік дамыған мемлекеттерге қарайтын болсақ, ешбір елдің моноұлтты және монодінді мемлекет жоғын көреміз. Бұл әлемдегі дамушы елдердің көпшілігінің зайырлық принципін берік ұстанатынымен де түсіндіріледі. Себебі бір кездері католик діні үстемдік құрған Еуропа елдерін алып қарайтын болсақ, бүгінде ол жақта протестанттық ағымдарда, христиандықтың басқа бөлімдері де, сонымен қатар ислам діні де қанат жайып өркендеп келе жатыр. Одан бөлек ешбір дінді мойындамайтын атеисттер де көп. Сол сияқты Азия елдерінің көпшілігінде де тарихи себептерге байланысты халықтың менталитеті ислам дініне жақын болғанмен, бұл мемлекеттерде де түрлі конфессия өкілдері тұрмыс кешуде. Енді алысқа бармай өзіміздің Қазақстанға келетін болсақ, әуелі патшалық Ресейдің бодандық саясаты кезеңінде, одан кейін кеңестік социалистік республикалар одағы уақытында Қазақстан көптеген ұлттардың ұлы зертханасына айналған ел. Ішкері Ресейде қауіпті, сенімсіз деп танылған ұлттың өкілдері, сонымен қатар түрлі саяси айыптармен қуғындалған адамдардың басым көпшілігі қазақ жеріне мәжбүрлі түрде депортацияланды. Олардың ұрпақтары бүгінде осы жерде тұрақтап қалып, өсіп-өніп қанат жайып отыр. Сонымен қатар 50-ші жылдары тың игеру желеуімен, одан кейін комсомолдық жолдамамен тағы да Қазақстанға бұрынғы одақтас елдердің әр түрлі өңірлерінен көптеген халықтар келген болатын. Олар өздері ғана келіп қойған жоқ, өздерінің тілін алып келді, мәдениетін алып келді және дінін алып келді. Бертін келе Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялаған тұста елде көптеген азаматтар өзінің тарихи отандарына көше бастады. Бірақ Қазақстанда туып, Қазақстанды өзімнің отаным, туған жерім деп білетін азаматтар осы елдің аумағында қалды және олар біздің тең құқылы азаматтарымыз болып саналады. Сондықтан бүгінде Қазақстан 18 түрлі конфессияның өкілдері тату-тәтті тұрмыс кесіп жатқан елдердің бірі. Жалпы әлемдік геосаясатты алып қарайтын болсақ, бұл Қазақстан конфессияаралық татулық пен келісімнің ерен үлгісін көрсетіп отырған мемлекеттердің бірі саналады. Бұның басты себептерінің бірі біздің қазақтың дархандылығы, ұлы далаға тән даналығы деп айтсақ болады. Себебі адамды ұлтына, нәсіліне, тіліне, түр-түсіне, әлеуметтік статусына, не болмаса діни сеніміне қарап алаламай, адам болған үшін, адамдық қасиет үшін ғана бағалай білетін ұлы даланың заңы еліміздегі ұлтаралық және дінаралық татулық пен тұрақтылықты сақтаудың да басты себептерінің біріне айналды. 2003 жылы сол кездегі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен елордамыз Астана қаласында бүкіл әлемдік дәстүрлі діндер басшыларының съезі өткен болатын. Кейін бұл съез елімізде дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын болды. Және дөңгелек үстел басында әлемге ықпал ете алатын ірі конфессияның басшылары бас қосып, түрлі даулы мәселелерде ортақ келісімге келу жолдарын талқылайды. Бұл да Қазақстанның халықаралық саяси аренадағы оң имиджін қалыптастыратын басты амалдардың бірі десек болады. Жалпы алғанда конфессияаралық татулық қоғамдағы тұрақтылықтың маңызды элементі болып саналады. Өйткені бұл адамдардың өзара бір-біріне құрмет пен сенімін көрсетеді. Және конфессияаралық татулық
салтанат құрған елде діни ұйымдар мен діни бірлестіктер дамиды. Себебі олар қандай да бір қысымнан аулақ болады. Сонымен қатар қоғам да дамиды. Себебі татулық бар жерде өсіп өркендеу бар. Ынтымақ бірлігі жарасқан елдің қашанда керегесі кең болары анық қой. Конфессияаралық татулық тек діни ұйымдардың арасында ғана емес, жалпы халықтың арасында болу керек. Мешіт пен шіркеуді қатар қойып, екеуі бір жерде тұр. Мешіттің бас имамы мен шіркеудің попы ажырамас дос деп, онымен ғана шектеліп қала алмаймыз. Себебі екеуінің де соңынан ерген жамағат бар. Осы жамағат бір-бірімен татулықта, достықта болса, бұл нағыз конфессияаралық татулықтың белгісі болатын еді. Және екінші бір жағы, бұл конфессияаралық татулық бұл елдің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығының негізі болып саналады. Өйткені конфессияаралық татулық бар жерде біріншіден экономикалық өсім бар. Екіншіден бұл шетелдік инвесторлардың келуіне де қолайлы жағдай туғыза алады. Себебі әлемде діни алауыздыққа байланысты бауырлас, тіпті бір ұлттың екіге бөлініп, соны азамат соғысына айналып кеткен жағдайлары өте көп. Ал алаң дүрбелең туындаған жерде бұл бизнестің дамуы, қоғамның дамуы көп жағдайда артта қалып, ғылым мен білімнен кенжелеп қалып жатады. Сондықтан да Қазақстан тәуелсіздігін алған сәттен бастап ақ өзінің даму жолын айқындап алды, яғни зайырлы қоғамды ұстанамыз деді. Зайырлы қоғамның бір бөлшегі бұл осы мемлекет аумағында тұратын әр азамат өзінің діни сеніміне және бостандығына ие болды. Біреудің діни сеніміне тиісуге, немесе біреудің діни қандай да бір дінге сенбейтін адамның көзқарасына тиісуге мемлекет заңмен шектеу қойған. Жалпы бүгінгі айтар ойымыз осы. Алдағы тікелей эфирлерде жүздескенше аман саулықта болайық.